жалпы сауда саласында болған 112 миллиард теңге құрады. Өткен жылдың сәйкес кезеңінде ішкі сауда көлемі 189 миллиард теңгені құраған. Жалпы өсім бар. Облыстың республика бойынша ішкі сауда үлесі 1,3%, 14-ші орынға ие. Облыста ұлттық статистика деректері бойынша 42 сауда базары бар. Жұмыс жасалған. Сауда және интеграция министрлігі бірнеше жылдар бойы сауда базарларында жаңғырту жұмысын жүргізуді талап етіп келеді. 2025 жыл сауда базарларын жаңғыртудың соңғы жыл болып бекітілген болады. Маңғыстау облысының Ақтау қаласында 5 базар модернизацияда өтуді қажет болған. Жібек жолы және Сити центр базарларында модернизация жұмысы аяқталып, пайдалануға берілген. Жалпы құрылыс жұмыстары жүріп жатқан, құрылысы әлі бастамаған базарларда бар. Жалпы 2026 жыл базар иелеріне өтпелі жыл ретінде берілді. Президент әкімшілігінің жетекшілігімен. Яғни жаңғырту жұмыстарын жалғастырып жатқан базар иелері үшін үкімет тарапынан уақыт беріліп отыр. Жалпы биылғы жылдан бастап жаңғыртылмаған базарлар үшін жауапкершілікті облыс басшылығы арқалайды енді ары қарай. Сондықтан жергілікті атқарушы орган осы жұмысты жүйелеу қажет. Тиісті базарға тиісті жәрдемін беріп, егерде ол базар түгел жаңғыртудан өтпейтін болса, өтіс келмейтін болса, қаражат жоқ болса, сондай жан-жақты қарастырып, шешім қабылдау керек. Не базарды жабу керек, не базарға не сату керек, не базарға басқа нысанды қарастыру керек. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасы бойынша 2026 жылдың басынан бері әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлардың тізбесі 19-дан 31-ге кеңейтілген. Оның хабарыңыз бар шығар. Бұл үкіметтің тапсырмасы бойынша инфляциялық қысымды бәсеңдетуге арналған уақытша шара. Әлемдік сын-қатерлерге сондай-ақ геосаяси жағдайға қарамастан биыл әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасы салыстырмалы түрде тұрақты деуге болады. Ұлттық статистика бюросының мәліметі бойынша жалпы жылдың басынан бері қазір 101,5% құрап отыр. Әлеуметтік маңызы бар тауарлардың индексі жыл басынан бері. Өткен аптада 0,1% құрады. Но дегенмен Маңғыстау облысында айта кеткен жөн, ол жасырудың қажеті жоқ. Маңғыстау облысы көш бастап келеді, 4,6%. Осы облыста өсіп. Себептерін айтатын болсақ, ол біріншіден еттің бағасы, оның үлесі әрине үлкен, және сүт өнімдері жақсы тартып келеді, жоғары өсім. Қалғандар енді өсім онша қатты емес. Үкімет азық-түлік бағасын тұрақтандыру мақсатында кешенді шаралар қабылдауда. Ең маңыздысы сауда үстемесін мемлекеттік бақылау жүргізу. Заңнамаға сәйкес әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына сауда үстемесі 15%-дан аспауы тиіс. Сауда министрлігі өткен жылы мемлекеттік бақылауға қатысты заң жобасын өзгерістер енгізген болатын. Бұрын сауда үстемесін арттырып жіберген кәсіпкерге алғашқы ескерту болып беріледі, кейін екінші рет қана сауда үстемесін асатын болса, айыппұл салады. Қазір бірінші рет барған кезде, бірінші рет анықтайтын болса, сол жерде протокол толтырып айыппұл салады. Бұл жерде айыппұлдың көлемі 5 айлық есептеу көрсеткіші 150 айлық есептеу көрсеткішке дейін, ол жаңағы бизнес субъектісіне байланысты. Кіші кәсіпкерлік, орта ма, екінші рет қайтадан сауда үстемесін асыратын болса, айыппұл 2 есе үлкейеді. Ана тізбесінің кеңеюіне байланысты 2026 жылдың басынан бастап мемлекеттік бақылауды күшейтілді. Мәселен, биылғы жылдың 23 сәуіріндегі жағдайда 204 бап бойынша сауда үстемесінің шекті мөлшерін асыру бойынша 1406 айыппұл салынды.
жалпы санының шамамен 2% тұрады. 3,5 айда былтырғы көрсеткіштің жартысына жетіп қалды. Бұл жаңағы бағалауға байланысты. Сауда үстемесін бұзғаны үшін салынған айыппұлдардың жалпы сомасы 53 миллион теңгеден асты. Оның ішінде Маңғыстау облысынан 540 мың теңге соған айыппұл салған, 49 кәсіпкерге. Жақында ғана премьер-министр Олжас Абаев көтерген саудада базарларындағы делдалдармен күрес жүргізу туралы нақты тапсырмалар берді. Делдалдық схемаларды анықтау бойынша өңірлік комиссиялардың жұмысы қазір қарқынды жүріп жатыр. Бұл комиссияға өңір әкімінің орынбасары жетекшілік етеді. Мемлекеттік кірістер, ішкі істер, сауда департаменті қатысады. Бұл жерде бәсекелестікті қорғау және дамыту департаменті міндетті түрде қатысады. Экономикалық тергеп тексеру департаментінің өкілдері белсенді қатысуға жетеді. Жалпы ел бойынша шамамен 400-дей комиссия отырысы өткен болса, барлық облыстарда. Бұл жерде 138-дей делдал тізбектен шығарылды. Маңғыстауда өкінішке орай 2 тиімсіз делдал анықталған. Бұл бойынша жергілікті әкімдікке жұмысты күшейту қажет деп санаймын. Маңғыстау облысына азық-түлік тауарларының 90% сырттан келетін, оның ішінде емес. Бірақ Маңғыстаудың да бір жас жері тікелей Иран, Түркменстан, Өзбекстан елдерінен тікелей азық-түлік заттарын тасымалдауға болады. Ең жақын. Ондықтан ең арзан осында болды. Мен кеше қарағам, 31 тауардың 11-і республикалық орта бағадан төмен осы Маңғыстауда. Жалпы сырттан көп тауар келетін болғандықтан делдалдардың арада болатын ол ішінде құпия емес. Оны да біреу тасу керек, оны біреу сатып алып, әкеліп өшіріп өткізу керек, олар болу керек. Бірақ тиімді делдал болады, тиімсіз делдал болады. Соны мұқият қарау керек. Жалпы біздің министрлікпен қолдау жөнінде айта кетейік. 2025 жылғы алғаш рет сауда саласына мемлекеттік қолдау тетігі енгізілген болатын. Базарлардағы жаңғырту, кеңейту, қайта салу, айналым, қаражат толықтыру және үй жанында дүкен салу, сауда және интеграция министрлігі тарапынан қаржылай мемлекеттік қолдау шаралары көрсетеді. Мемлекеттік қолдау алу шарттары туралы толық ақпарат қажет болса, біздің министрліктің Маңғыстау облысы бойынша сауда департаменті бар. Сол кісілер толық түсіндіріп бере алады. Жалпы өткен жылы 3,2 миллиард теңге көлемінде сауда саласындағы жобаларға мемлекеттік қолдау көрсетілді. Оның 1,8 миллиард теңгесі, яғни 27 жоба Маңғыстау облысына тиесілі. Биыл тағы 11 жоба мақұлданған. Енді қаржы министрлігінен қаржы түскенін күтіп отырмыз. Ол түгел әлі бізге бөлінген жоқ. Ол бөлінген кезде барлық республикада, оның ішінде Маңғыстаулықтарға қолдау көрсетіледі. Маңғыстауда да экспорттайтын мекемелер бар екен. Сондықтан экспорт қолдау бойынша айта кетейін. Министрліктің негізгі бағыттарының бірі шикізат емес экспортты дамыту және ілгерілету. Министрлік өндірген өнімдер және қызметтердің экспорт көлемін ұлғайту және географиясын кеңейту бойынша жүйелі жұмыстарды жалғастыруда. Бүгінгі таңда қазақстандық өнімдер мен қызметтерді өндірушілерге министрлік тарапынан ұлттық институт, Қазтрейд және Қазақстанның экспорттық кредит агенттігі тарта отырып, экспорттық қолдаудың бірқатар сервистік, қаржылық және қаржылық емес шаралар ұсынуда. 2025 жылға экспорттық кредит агенттігі тарапынан агроөнеркәсіптік кешен саласындағы экспорттаушы өндірушілерге шамамен
119 миллиард теңге көлемінде қолдау көрсетті. Жалпы агроөнеркәсіптік кешен саласындағы патриот 180 миллиард теңге сомасына 61 жобаны қамтиды. Шағын және орта бизнестің үлесі 69%, орта және жоғары өндірген үлесі 87% құрап отыр. Қазтрейд акционерлік қоғамы бойынша экспорттық акселерация бағдарламасына агроөнеркәсіптік кешен секторына 10 тауарлық бағытты қамтитын компания қатысуда. Биыл Қазтрейд 6 сауда-экономикалық миссияны өткізіп қойды. Жылдың соңына дейін тағы да 9 миссия өткізеді. Бұл жерде кәсіпкерлерді сырт елге апарып, сол жерде бизнес өкілдерімен кездестіріп, самолет шығынын кәсіпкер өзі көтеретін болса, бірақ сол жерде көрмеге қатысу, сол жерде тұрғын жайды жалдап береді. Қолдау құралының желісіне консультациялық талдамалық қолдау экспорттық акселерация бағдарламасына қатысу, өндірушілердің халықаралық сауда көрме шығарына қатысуын ұйымдастыру, экспорттық шығындардың бір бөлігін өтеу, сақтандыру және кепілдік құралдары, сондай-ақ экспорт алдындағы және экспорттық сауда қаржыландыру кіреді. Қазір біздің министрліктің 5 елде сауда өкіліміз бар. Ол Қытайда, Біріккен Араб Әмірлікте, Түркияда, Иранда және Үндістанда. Қазір бұл елдердің санын көбейтіп, 10 елге жеткізбекшіміз. Қосымша тұстарда Италия елін қарастырып отырмыз, Өзбекстан елін қарастырып отырмыз. Италия айтып отырғаным, себебі Италияға ең көп экспорттайтын бірінші біз тауарды Италияға экспорттайтынбыз. Сосын Қытай, сосын Ресей, сосын Түркия, Нидерланд. Өзбекстанмен сауда саттықты 10 миллиардқа дейін сауда саттық жеткізуді жоспарлап. Қазіргі таңда 4-4,5 миллиардтай жылына саудаламыз. Сонымен қатар оңтүстік Кореяны ұсынып отырмыз. Индияда бар, Индонезияны қарастырып отырмыз. Түгел сол жерде Азия мемлекеттерімен жұмыс жүргізу үшін. Сондай-ақ 16 сәуірде экспорттық акселерация бағдарламасына қатысуға өтінімдерді қабылдап аяқталғанын атап өткім келеді. Бағдарлама кәсіпорынның және оның өнімнің экспорттық әлеуетін диагностикалауды, нарықты таңдауға жәрдемдесуді, сатып алушыларды іздеуді, маркетинг науқандарды, B2B кездесулерді өткізуді, экспортқа қажетті құжаттарды қалыптастыруды және экспорттық келісімшарт жасау бойынша сүйемелдеуді қамтиды. Маңғыстау облысынан түрлі салаларда ұсынатын өндірушілердің 18 өнім келіп түскен болады. Олар қатысушыларды іріктеу жөнінде тиісті комиссия қарайды, дайындығын қарайды, ол мекеме дайын ба, дайын емес экспорттауға. Соған қарай оқытуды жүргізеді. Алғашқы 5 жылда Маңғыстаудан 13 компания осы қолдауды алған екен экспорттық акселерация бойынша. Жезден мекеменің атауы бар, оны енді қажет етсеңіз атап өтейін, болмаса ағай жалғастыра берейін. Құрметті жиынға қатысушылар, назарларыңызға жалпы рахмет. Негізі министрліктің атқарып жатқан жұмысы қысқаша осы. Сұрақ жауаптар болса, жауап беруге дайын. Одан кейін жеке қабылдауға жазылған азаматтарды қабылдайды. Сол кезде жеке қабылдауды өткізіп жатқан кезде менімен бірге Амелбеков Айнұр басқарушы директор келіп отыр. Қазтрейд акционерлік қоғамының өкілі. Ол кісі осы кәсіпкерлердің экспортқа өнім шығарғым келеді, болмаса шығарып жүрмін дегендер болса, солармен арнайы үш жерде болсын, басқа залда болсын, кездесу өткізіп, жалпы акселерация ретінде алғашқы кездесу өткізіп, түсіндірме жүргізеді. Бұрындары біздің вице-министрмен бірге Қазтрейд жүрмейтін, бұл жолы менің
бірінші рет бастап келе жатырмын. Біз барғанда министрлік жұмыста көрінсін, жалпы кәсіпкерлерді көрсін, үйренсін, білсін деп. Себебі кеше мысалы Рахымбек деген Майра Батчан апайымыздың кәсіпорнына барды. Бізден келіп алып кетеді дейді өнімді. Мен ары қарай сатпаймын, өздері келіп алып кетеді дейді. Қалай экспорт декларация жасау керек, қайда апару керек білмеймін дейді. Осы кісілер үйретеді. Бұл жерде экспортқа қолдау дегенде жалпы өнім дайындық деңгейіне байланысты мысалы 80%-на дейін жол шығынын өтеп береді. Осы Ресейге барсын, Өзбекстанға барсын, мысалы айтып отыр кеше соған шоғырады. Египет, басқа да Африка елдері осы біздің өнімге қызығушылық танытып отыр дейді. Ал өзіңіз жеткізетін болсаңыз, сол жерде кәсіпкермен B2B келісімді жасап береді. Кеше айттым ғой сіздерге міндетті түрде сату көлемі болу керек. Хотелось бы дейді ғой. Оларды біздің кәсіпкер үйретеді. Мамандарға маман болады, үйретеді. Ол елге барған соң, сол елде сертификациядан өту керек мысалы. Ол елдегі декларацияны беру керек мысалы. Ол да үйретеді. Бұл жерде айта кету керек, егер де сіз шетелдің сөйлесіне өз артыңыздан салатын болсаңыз, сөйлені жалға алған үшін онда кәсіпкер өтеп береді. Жарнамаларды субсидия алып береді. Толық болмаса да біраз ол жаңағы дайындығына байланысты. Промышленный передел дейді ғой жаңағы. Соған байланысты 30%, 50%, 80%. Және де бұл жерде барып көрмеге қатысатын болсаңыз, немесе арнайы сондай жеңіл өнеркәсіп бойынша жаңағы көрмелер болып жатса, сол жерге апарып стенд құрастырасыз мысалы. Стенд болмаса бір бұрышты жалға алып, ол жерде жасайтын болсаңыз, ақшасын өтеп береді кәсіпкер. Оны білетіндер бар, білмейтіндер бар. Сол үшін арнайы кәсіпкерді әкеліп отырмын, өкілін басқарушы елдің бәрін айтып берсін деп. Экспортқа шығару деген маңыздылығы болса, сол қолдауды қол жетімділігі болсын. Рахмет. Енді сұрақ жауапқа көшейік. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайын. Қайырлы күн. Қош келдіңіз, Айдар Құттықұлы. Есімім Айтжанова Құлдырашқызы, Маңғыстау кәсіпкер палатасының директоры. Кәсіпкер палата? Иә, Тәңге кәсіпкер палатасы. Экспорт бойынша айтып өтейін деп едім, бізде осы жыл экспортқа шығару бойынша кәсіпкерлерге қолдау сүйемелдеу
бидайды сақтап осы жерден реализация жасауға көмегіңіз тиеді ма? Жалпы бидай ол шикізат болып есептеледі. Бидайдан жасалған өнім, оның макарон, осы кондитерлік өнім, ол уже шикізат емес өнім. Біздің министрлік шикізат емес заттарға қолдау көрсетеді. Шикізат өнімі оған тікелей ауыл шаруашылық министрлігі қолдау көрсетеді. Оны сол сұрақты солар қойған дұрыс деп санаймын. Екінші сұрақ. Автомобильді орналасқан екі тұрба шығаратын зауыт бар, біреуі СПТ тұрба шығарады, мұнайға, екіншісі темір тұрба шығаратын Карметтікі. Қазір жағдайда соларда объем азайып кеткендіктен көптеген адамдар сокращение жұмыссыз қалуда. Соған қандай көмегіңіз бар? Енді жұмыс орындары бойынша да ол біздің жергілікті өніммен жалпы жергілікті өнім болса да біз айтып отырмыз ғой, біз ол тауарларды экспорттауға жәрдем береміз. Экспорттық шығынын жаңағыдай өтеп береміз, жол ақысын. Ал енді ол жерде адамдардың саны қысқарып жатса, ол сұрақ бізге емес, ол сұрақ біріншіден осы жергілікті билікпен сөйлесу керек шығар, еңбек министрлігімен сөйлесу керек шығар, ол себеп анықтау керек шығар. Мүмкін ол автоматтандырылып, ол өнім жалпы шығаруды көбейіп жатыр, азайып жатыр осы. Өнім шығарып жатқан өнімін өткізе алмай отыр. Контрабанда бар, басқасы бар, Россиядан келіп жағдайды ол толық болсын, маған көбірек ақпарат керек болады. Ол не труба екен? Осы жерде сол бір заводтың директоры бар, соңынан сол жігіттермен сөйлесеміз. Мен Кармет мекемесінің директоры болып. Кармет? Кармет бұл продукт сақтау мекемесінің директоры. Біз директордан екілеген тұрғылар шығарып, үлкен диаметрден магистрат тұрғылар, темірден болатын болса. Біздің айтып кеткендей басты проблемамыз объем бұл. Біздің основной конкуренттер олар Россиядан Қытайдан келетін алып сататын мекемелер. Өзіміздің Қазақстанда шығатын біз Кармет Қарағандыда орналасқан металлургиялық комбинаттың құрамына кіреміз. Өзіміздің жерден шығатын бөлімнен толыққанды 90%-ке дейін өзіміздің жергілікті бөлімді шығарамыз. Біздің енді жаңағы айтып проблемамыз объемнан болып тұр. В основном проблема қазіргі политикалық жағдайға байланысты Ресейге болып жатқан мекемелер көпшілігі СНГ-ге өзінің тауарын арзан бағамен сатады. Сондықтан бізде ішкі импортты қорғау жағынан, ішкі өзіміздің өндірушілерді қорғау жағынан көмек жағын қарастыру болса, ондай болса. Жаңа мен түсінгенім бойынша сіздің министрліктің қарамағынан бізге көмек экспортқа шығатын өнімнің транспортировкасын субсидиялауға болатын сияқты. Біз жалпы жылда Өзбекстанға тұрбаны экспорттайтын опытымыз бар. Ондай көп емес, объем бірақ ол да жақсы көмек болар еді. Бұл жерде мен өзімнің ойымша транспортта шығындар өте үлкен болады. Қазақстанның ішіндегіге қарағанда Өзбекстанның жерінде транспорттың расходтары өте үлкен. Сонымен қатар қазір Түркменстанға өзіміздің өнімімізді өткізуге тырысып жатырмыз. Ол жақта да сондай бағытта жұмыстансақ болады. Өзіміздің мекемеміз және барып толық ақпаратты сіздерге ұсынамыз. Рахмет. Жалпы сұрақ түсінікті. Бұл жерде бізге толыққанды ақпарат керек болады, цифрмен. Бұл бірінші. Екіншіден, мен өзім ахуалдық штабтың төрағасы боламын. Бұл жерге біраз құзырлы органдар кіреді. Бұл жерде мемлекеттік істер комитеті, мемлекеттік жағынан, ауыл шаруашылық жағында мемлекеттік инспекция, ветеринарлық инспекция, техникалық реттеу комитеті және басқа органдар кіреді. Ұлттық атамекен палатасы кіреді. Бұл жерде біз осындай мәселені қараймыз. Отандық өндірушілерді қорғаймыз. Жақында цемент бойынша шешім шықты. Цементтің нысандарын қатайтып, күшейттік. Соның арқасында жалпы цементтің
бойынша стандарт күшейтіп, қазір бізге ақ өндірушілер шығып жатыр, импорт көп кіріп жатыр. Біз одан бетер өнімді шығарамыз, бірақ импорт жауап барады. Сіздің сұрағыңызды толыққанды зерттеп, оны бұл жерде шешімді не осы тариф емес мәселемен шешу керек, не тарифтік мерамен шешу керек. Тарифтік болса, мысалы Қытайдан келетін болса, оны көлемін көбейту қарастыру керек, немесе оған шектеу қою керек. Бұл өнеркәсіп министрлікпен бірге талқылау жүргізу керек. Олар бізге нақты растап беру керек. Иә, бізде жеткілікті. Мына труба шығарылған трубамыз жеткілікті. Егер ол жеткіліксіз болса, біз импортқа шектеу қойып болса, іштегі баға аспаннан кетеді, ол ешкімге құпия емес. Былтыр 3 айда гипсокартонды сөйтіп біздің отандық өндірушілерді қолдаймыз деген кезде 3 айда импортты түгел жауды. Гипсокартонның бағасы ол кезде 3 жарым мың болады. Жапқан соң 5 жарымға жетті. Көрдіңіз ба? Бұл жерде біздің кәсіпкерді қарап отырмайды. Сондықтан біз мысалы қазір ақ өндірушілермен алдын-ала келісіп отырмыз. Келісімге келейін деп осы меморандумға. Иә, біз жауап береміз, бірақ бағаны өсірмейсің дейді. Бұл жерде айтып отырмын, дұрыстап зерттеп не қылу керек. Оның бәрі инфляцияға тиеді. Инфляция деңгейі осы жерде отырған барлық адам қалтасын ұрады. Қалай әлі көсе тұрады? Тарифтік бағасымен, светтің бағасымен, жаңағы нанның бағасымен, судың бағасымен, әйтеуір кредиттің бағасымен болса да айналып келеді. Сондықтан қарап, шешім қабылдау керек. Сіз толыққанды Рауан Есенәлі болып отыр. Осы кісіге берсеңіз ақпарат. Хорошо. Ары мен тиісті бізде комитет бар, соған беріп, техникалық реттеу комитеті. Олар зерттеп көреді, және сыртқы айналымға жауап беретін департаментте тарифтік емес шараларды зерттейді, ведомствоаралық комиссияға шығарады, ол жерде вице-премьер қарайды, сол кезде шешім сол жерде алады. Біз бұл ақпаратты зерттеп көрейік. Серік Макарович как раз министр торговли болған кезде өзі қолдап, ақша шығарып, өзі келіп ашып кеткен. Көп рахмет айтамыз. Сол жөнінде бізде ұншарапты экспорттайды Афганистанға. Сол жүктерде біріншіден сол шикізатпен проблема бар. Шикізатпен сонда ішкі нарықтан сатып аламыз? Иә, шикізат енді бидайды алып келеді, бидайды алып келіп Өзбекстан, Афганистанға сатқысы келеді. Енді Афганистанмен оның контрактысы бар, Афганистанға өзбектер өткізу проблема бар. Ар жағынан шығып кетеді, несі. Сондықтан кішкене сосын силосты, енді ол мал бар, силосты енді қалдықтан шығарады ғой, силосты. Сол шаруа біздер енді оны қазір шешіле қоятын шаруа емес, біздер зерттеу справкаларын бәрін өзімізге жібереміз. Немесе мен жібере қоямын да. Сол шаруа ғой. Дұрыс айттым ба, Мақсат аға? Иә, дұрыс. Енді кішкене түсінікті болады. Жалпы Өзбекстанда мәселе бар. Ол қазір біздің мемлекет дегенде қарастырып отырмыз. Өзбектер ішкі тариф арзан, біздің Өзбекстан арқылы өтетін тариф ол басқа. Бірақ бұл жерде дұрыс түсінік болу керек. Бізде де сондай. Біздің кәсіпкерлер Қазақстан ішіне, болмаса сырттан импорт әкелетін болса, ол мысалы $10 тонна болатын болса, бағасы. Транзитке, өзбектерге 38 доллар. Немесе 50-60 долларға дейін болады. Өнімге барасыз. Әр өнім өзінің бағасы тасымалдауға. Бұл қазір жиналыста Серік Мақашев тапсырма берді. Сол Ауғанстанға
Онда қосымша 200 мың тоннаға көбейтілді. Оның қолдау шаралары ауыл шаруашылық министрлігі тапсырды. Олар былтырдан бері бидай тасымалдауға жәрдем көрсетіп субсидия беріп жатыр. Ұзақ елдерге, солтүстік Африкаға дейін бидай тасымалдап жатыр. Ұзақ елдерге тасымалдарында қосымша қаражат төлеп отыр субсидия. Тура солай ауыл шаруашылық министрлігі инструменті бойынша 31 миллиардтың 5 миллиарды арнайы осы ондай субсидиялап берді. Бұл жерде әзірше жолы осы болды. Одан басқа хабарыңыз бар шығар, Түркменстан арқылы темір жол салу бойынша кездесулер. Бізде салып болдық қой. Иә, Түркменстан асықпай отыр. Әйтпесе Ауғанстан жерінде темір жол салып өту біздер дайынбыз. Катар мемлекетінен инвесторлар да бар, ақшаны біз-ақ төлейді сол жолға. Бірақ түркмендер әлі келісім бермеді. Және енді сөзге қиын екен. Сіздер қалай? Иә, көршіміз бар. Иә. Оның шекардарымыз бар, Иә, оны ақтаса. Оны жалпы бізге айтып қойсаңыз, оны ар жақта комиссияда айтайын. Сол кезде мүмкін бір шешімді табу керек. Жалпы осы. құрметті әріптестер, тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Кәсіпкерлердің сұрақтары. Микрофонға алсаңыз, ескертіңіз. Құрметті әріптестер, жеке сұрақтарды қазір жеке қабылдайды. Айдар Ахметбек, осы жерде сайысқа өздеріңіздің атқарушы бизнестің сұрағын қойсаңыз. А что называется? Саламатсыздар, есімім Құттова Динара, жалпы көпбалалы анам, кәсіпкермін. Менің сұрағым, сіздер айтасыздар ғой, үлкен деңгейдегі өндірістегі кәсіпкерлердің нелерін айтасыздар. Мен енді сізге біздер енді басталып келе жатқан кішігірім кәсіпкерлердің несін айтайын дедім, балықпен айналысады, заңсыз кәсіпкерліктермен айналысады. Соларға қандай көмектеріңіз бар? Например, помидор сезонный, тек қана сезонный жерге бізге рұқсат береді. Біз тек сезонный жерлерде сата аламыз да. Ол шығарған өндірісімізді тек қана сезон уақытында шығара аламыз. Және де неге оны біз қысы жазы сата алмаймыз? Неге біздерге сондай бір орындар берілмейді? Біздерді көтерудің орнына сондай немен айналысатындарды басып тастайды. Тек қана үлкен масштабтағы өндірістерге рұқсат береді. Например, бізде бір кәсіпкер бар, 6 соттық жері бар. Сол өзінің 6 соттық жеріне азғантай кішігірім туникасын егіп, ағылшын помидорын егіп, соны шығарып, сезонда сатқысы келеді. Оны енді ұлғайтып көбейту үшін үкіметке барып қандай да бір көмек алып, жаңағыдай негізі істеу үшін оған тек қана 1,5 миллион кредит беріледі дейді. Жаңағы субсидияға ол жатпайды. Өндіріс субсидияға ол жатпайды. Сонда оны не істеу керек? Сіз жалпы тауар өндіресіз бе, тауар сатасыз ба? Өндіріп сатамыз ғой. Қаймақ, жаңағы сиыр. Сонда үйдің маңында сатасыз ба? Жоқ, мен сатпаймын, мен кәсіпкерлердің атынан келіп сізге сол нені айтып жатырмын да. Қыздар сатады, менде кәсіпкер қыздар. Кәсіпкерлер заң түрде тіркелген ба? Заң түрде тіркелген. Неге сатуға мүмкіншілік жоқ? Жоқ, мүмкіншілік бар болғанда оны нарыққа шығару үшін бірде қандай да бір жаңағы орындар болу керек, жаңағы бутиктер болу керек. Олардың, например, жаңағы сарбазардан жаңағыдай бірдеңелерден точка алайын десе, ол жерлерде қымбат та несі. Сонда ол өзінің шығарып өндіріп сатқан затын жаңағы ақшасы 2 есе шығып кетеді да. Сіз жаңағыдай базарда тұрақты орын жоқ деп тұрсыз ғой? Иә. Біз, например, әкімшіліктен барып сұрасақ, бізге тек қана уақытша сезонный жерлер беріледі да. Базарда ма?
Жоқ, ол жалғыз арендада емес қой, просто жаңағы қарбыз қабылдарды, например, жаңағыдай неге сату керек қой, жаңағы базарларға жаңағыдай неге сату керек? Сіз сонда қай жерде сатқыңыз келеді? Кімнегі? Ну, сіз болсын жаңа сіздің кәсіпкерлердің атына келіп тұрмыз. Сіз сонда базарда емес, көшеде сатқыңыз келіп тұрмыз сонда? Жоқ, көшеде сатып жатырмыз дейді, жоқ, сіз түсінбедіңіз менің сұрағымды. Мынандай не ғой, сол кәсіпкерлерге қалай айтсам бар, бизнесін ары қарай ұлғайту үшін оларға субсидия берілмейтін да. Сол субсидияны ала алмай, және де жаңағыдай Оларға қандай субсидия беру керек? Енді мен білмеймін, жаңа сіз айтып отырсыз ғой, жаңа нарыққа шығару керек, субсидияландырады, біздің кәсіпкерлер тауар өндіретін болса, бізді жалпы ішкі нарық 20 миллион халық. Бұл кішкентай нарық деп есептеледі. Былай экономикалық түрде қараған жерде бұл кішкентай нарық деп есептеледі. Жалпы кез келген мемлекет жақсы даму үшін халықтың саны кемінде 47 миллион болу керек. Сол кезде ішкі өндіріс өз-өзін қамтай алады. Егер 20 миллионға өндіріс өндіретін болса, ол іште қалып өспей қалады, жөнді дамымай қалады. Сондықтан біз қолдау көрсетіп отырмыз. Біздің кәсіпкерлер іште нарықта тауар өндіретін болса, экспортқа шығаруға қолдау көрсетеміз. Ішкі нарықта сатуға қандай субсидия керек? Онда бізде қарастырылған, оған бізге қаржы министрлігі ақша берген оған. Бізде оны экономика министрлігінің алдына өтіміз керек. Одан кейін парламент депутаттарын алдынан да барып сол тиіне дейін барып айтамыз. Не үшін берді? Ол жерде мен салдарлан, маған сауда, ішкі сауда берді деді, 1,5 миллион ондай субсидия да грантта қарастырылмаған. Егер де жаңағы аулада құлпынай болса, помидор болсын өндіретін болса, егер де оны жерді алып сіз тікелей өзің барып сатам, өзің пайда көргім келеді, қасындағы күйеуім сатады, қасындағы қызым сатады, інім сатсын дейтін болсаңыздар, онда жергілікті әкімшілікпен қала әкімшілігімен сөйлесу керек, базардың иесімен сөйлесу керек. Бұл жерде енді арзандатылған орын бере ма, немесе жергілікті әкімнің шешуімен тұрақсыз сауда орын бекіте алады. Осылай айтқанда местами стационар торговли. Жергілікті әкімшілік соны бекіте алады. Мысалы, дарбыз дейсіз ғой, ол бәріміз жазда дарбыз көше-көше сатылады. Оны бекітсе, ол заң түрде болады. Сондай жерде, мысалы, арнайы алаң болу керек, ол жерде музыка қоқыс тастайтын ыдыс болу керек, ол жерде күнделікті музыка алып кететін адам болу керек. Мысалы, ол жерде машина келіп тоқтайтын орын болу керек, жол жағасында емес та. Ол ұйымдастырған түрде болу керек. Сондай жасап берсе болады. Жоқ, рахмет сұрағыңызға, жауабыңызға. Бірақ кәсіпті енді бастау үшін жаңағыдай өндіріске емес, бірақ жаңағы мен тігін бастайын десем, маған субсидия бермеді. Мен гранттарды ұтып алғанда, неге үйден шығарылған жаңағы өзіміз өндірілген заттарды біз үкіметтен субсидия ала алмаймыз. Және де біздің үйде отырып шығарған затымызды біз нарыққа келіп сатқан жағдайда да сарбазарға келіп біздер қымбаттау болып сатуымыз керек. Бірақ бұл басқа Шымкенттен, жаңағы Қостанайдан, басқа жаңағы Ираннан келгендер бізден арзан болып тұрады да бағасы. Біз сол үшін бағамызды төмен түсіріп, мен сұрауымыз керек. Сұрағым. Жақсын түсіндім, жақсын пікір айтып бересіз. Сол жерде кәсіпкерлер. Ол пікірмен жұмыс жасалатынбыз жалпы. Жаңағыдай пікірге мизатым жоқ. Енді ол барып қолынан келгенше өзінің несін айтып көмектесіп жатыр. Ол былай да, қазір айтсам, сөзім әшкере болып кетуі мүмкін да. Сіз дұрыс түсінесіз. Кез келген кәсіпкер өнім шығарған кезде оны есептеу керек та. Шығынын, табысын, дұрыс па? Оны мен мысалы мына суды шығардым, мен суым 500 теңге, алма теңге да. Ал нақты 300 теңге, 200 теңге су бар. Сіз әрине сатқан аласыз. Сондықтан өнім шығарған кезде есептеу керек. Шығынды үнемдеу керек. Мысалы, ол
2 тоннаны мысалы 2 тонна шикізат кез келген қосымша құм болсын, тас болсын, бірдеңе болсын да, ол КамАЗбен әкелсеңіз, әрине сіз КамАЗға 20 мың теңге төлейсіз. Ол майда машинамен әкелетін болсаңыз, ол 16 мың теңге төлейсіз. Сондай жалпы шығындарды үнемдеу бірінші. Ол есеп болу керек. Кез келген өнім шығарады, неге Ираннан арзан келеді? Ол мынандай труба шығаратын үлкен завод болса, оны қарастыруға болады. Енді 20 миллион халық бар, әр ауылда кез келген адам өнім шығарады. Дейді да, жарайды, шығарсын. Сөз жоқ. Бірақ ол үшін біз басқа мемлекеттермен сауданы тоқтата алмаймыз ғой, Иран болсын, Түркмен болсын. Оларда арзандау болып келіп жатса, ол не істейміз? Оларда арзан, онда біз ол өнім шығармай қояйық. Не қыламыз олармен жақсы? Олар бізден арзан шығарады, олар бізден жақсы шығарады. Басқа зат қарастыру керек. Мысалы, мынау Қазақстанда шығады, Қазақ Репаблик. Бөтелке. Бағасы арзан, маған ұнайды сатып алдым. Кішкене термос, жылы шайын өзімен бірге алып жүреді. Ну, өтіп жатыр бұл мысалы, оларды есептеген шығар. Кез келген өнім шығармаса, ол есеп болды. Бір қосып айтамыз ғой. Әрбір өнім түрлерінің приоритеттік бағыттарына мемлекет дамуы бойынша қолдау көрсетеді. Біраз жұмыстарымыз жатырмыз, енді бұл жағы. Ал егер нақты осы жергілікті локальдық өнімдерден егер қандай да бір өнім түрлері шығаратын болса, онда біздің мемлекеттік кездескен грантқа қатысады. Енді бұл жұмыстарды барлығы түсіндіріп жатыр, енді қосымша қандай қолдаулар бар екенін сұрап жатқан. Жалпы дорожная карта бизнеса, экономика простых вещей деген бағдарлама бар еді ғой? Бұл жерден қолдаулар қарастырылған ба? Өнім өндірісінің барлық түріне қарастырылған. Бұрынғы бизнестің жол картасы олардың барлықтары қазір тоқтап, биылдан бастап іскер аймақ бағдарламасы іске қосылып жатыр. Және бірыңғай қолдау бағдарламасы бар. Ол өз жұмысын жасап отыр. Ол жерде 12,6%-бен несие беріледі. Қазір барлық несие көлемдерінің бір деңгейге ол бекітілді. Ал жергілікті деңгейде біз осы кәсіпкер әлеуметтік корпорациясы арқылы, СПК арқылы осы өңірге керекті қажетті жобаларды қаржыландыру бойынша жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ал аманаты бар. Ал жаңағы сауда инфрақұрылымының алаңдарын ұлғайту бойынша президент тапсырмасына сәйкес коммуналдық базар құрылысы жүріп жатыр. Сол базар осы жылдың аяғына дейін жоспарға сәйкес қараша айларында іске қосуды біз күтіп. Жалпы былай ғой, біз кәсіпкер әрекет етсе, жұмыс жасаса, қолдау көрсетеміз. Ол ашық үйде отырған адам бірдеңе істеймін десе, жүгіріп кетіп өкімет ақша бермейді. Ол адам шығын шығарса, өкімет соны кішкене өтеп береді, жәрдем береді. Ары даму үшін, сыртқа тауарлар шығару үшін мысалы бізде іште дүкен салам десе, значит оның жобасы бар, значит оның жері бар деген сөз да. Оны біз кредит береді, несие береді. Ол несиені рамон арқылы субсидиялап береміз. Ол біздің бағдарлама. А былай мен бизнес бастаймын, маған 1,5 миллион беріңдер деген мен естігенмін. Бұрындары грант 3 миллион гранттар беруші еді. Қазір ондай бағдарламалар бар ма, жоқ па? Ары өнеркәсіп министрлігі қарайды, жергілікті кәсіпкерлік бар. Мысалы кейбір жерлерде кейбір аймақтарда өздерінің даму институттары бар. Мысалы региональный инвестиционный центр максимум деген бар еді Астана облысында. Арас деген бар еді, өздерінің жергілікті өздері әкімшілік болған ақша қойып, жүрген қолдау көрсетеді. Несие беруге сондай да. Сонда енді үйлену ашуға өтті, сонда адамдар қолынан ештеңе келмейді, соны істемейді, онда қайыртылып әкеліп құрамына отыру керек. Сіздің ойыңызша? Сіз үйде істей беріңіз, мен сізге істей беріп жатқан жоқпын. Неге болмайды, ондай адамдарға біз көмектеспейміз деп, сонда қандай адамдар көмектесіз, уже бизнесі дамып кеткен адамдар көмектесіз? Жоқ, әдәппен жауап берейін. Бұл жерде кәсіпкерлік ең бірінші бастайтын болды, енді өздеріңіз білесіз, 400 миллион
студенттік гранттар ашылады, одан ары қарай жақсы жүріп жатса, ол мемлекеттік бағдарлама арқылы несие алуға болады. Сонымен қатар 2,5% ауыл аманаты бағдарламасы бар. СПК арқылы беріледі. Сол бағыттарда жұмыс жасау қажет. Енді 1-2 гранттан кейін одан ары қарай осы нарықтық деңгейде жұмыс жасау қажет болады. Қазір енді қосымша сараптама болса жеке қабылдау бойынша одан ары қарай жеке отырып жұмыстарды сөйлесу. Сізге үй ауласында жұмыс істемеңіз, ештеңе шығармаңыз деп жатқан ешкім жоқ қой. Жұмыс жасаңыздар, істеңіздер. Әрекетіңіз есең болу керек шығар деп ойлаймын. Саламатсыздар ма? Болмас. Ал келі Маңғыстауға қош келіп жатсыз. Өзім қоғам белсендісімін. Қосылмады ма? Жалпы өзім қоғам белсендісімін, блогермін, яғни. Мынау сіздар мен даусым қатты шығады, мен сөйлей берейінші осы. Ачыңыз. Жалпы нарқыз төлеген қоғам белсендісімін. Жалпы менде халықтың несімен келіп отырмын, бізде білесіздер да жәрмеңке, жаңа жігіт жауап беріп жатты, жәрмеңке жайлы. Жәрмеңкеде білесіздер да қазір деген қаншама ет, жаңағы картошка, жуа, сәбіз, бүткіл қымбат. Базардағынан 2 есе қойып сатады. 2 есе қойып сатады. Алайда бізде 80 мың, 100 мың теңге айлығын алып отқан адам жетеді ғой. Не үшін олар жоғары сатылады? Неге соны қадағаламайсыздар? Өзіміз былай қарапайым халықтың ішіне келетін болсақ, айлықтар 80 мың теңге жетеді ғой біздің Маңғыстауда. Бәрі жақсы емес бұл. 80 мың теңге жай ғана свет, су, газымызға жетпейді. Ал 5 мың теңге еттің бағасы. Ол түсетін түрі бар ғой, түсе ма, түспей ма өзі? Сізге сұрақ жаңағы, сіз Сұрақтарыңыз барлығын айтып болғасын жауап берейік па? осы сұраққа жауап беріңіз, одан кейін айта аламыз да. Бірінші сұрағыңыз бойынша жәрмеңкені өздеріңіз білесіз, Алаң сыртында көтерме тарту орталығының алаңында жүріп жатыр. Таңғы 6 шетелден бастап қалалық кәсіпкерлік бөлімінің 4 қызметкері сол жерде тұрады. Соңғы қоқысты тазалап кеткенше сол жерде болады. Бағасы соңғы бір аптаның соңғы 2 аптаны алып, орташа осы Ақтау қаласы бойынша бағаны бекітемізде, содан сол бағамен шығады. Ал енді жаңағы шұжық өнімдері бар, сосын қолдан жасалған банктер бар, олардың кішкентай үйден шағын істеп отырған өнімдер болғасын, біз жәрмеңкенің бағасымен қойып отырғанымыз, ол кісілер сатып жатыр. Ол енді әрі кетсе 10 банктен 20 банктен сатылып жатыр ол жерге. Ол жерге барған адамның негізгі мәселесі әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасы тұрақты деңгейде немесе төмен деңгейде сатылып тұр. Егер менің сөзім жеткіліксіз болатын болса, осы демалыста мен сізбен бірге баруға әзірмін. Келдіңіз ғой, мен өте жақсы танимын. Осындай істеу. Екінші сұрағыңыз бойынша еттің бағасы. Өздеріңіз білесіңіздер, осы жерде тұрғылықты халықта бар, келген адамдарда бар. Біз Маңғыстаудағы еттің барлығы басым көпшілігі Оралдан тасымалданып, Ақтөбеден, Атыраудан, Қостанайдан тасымалданады. Жергілікті мал басының саны бөлікке сатылады, көп жағдайда. Енді 70-80% бөлікке алады. Бөліктің бағасы 3100-3200 теңгеден. Жылқы еті, сиыр еті бар, түйе еттері 3000 теңгеден сатылып жатыр. Қажет болса мен ол кісінің 80 мың, 150 мың айлық алатындар ет жемейді деген сөз ғой, түспейді деген сөз. Жарайды. Екінші сұрағым, жаңа өз қайталап сізге күліп отырсыз ғой, жаңа Динара Көкбалбай айтқан кезде, жаңағы сіздің айтып отырғаныңызда жаңа субсидия береді деген. Субсидиямыздың барлығы мықты бизнесмендер алмаса қарапайым халық ала алмайды ғой. Қалай басымнан өтті? Көзім жеткесін айтқанмын сізге. Алаяқтың оған емес пе? Дәл қазіргі сәтте алаяқтардың несі болып жатыр осы. Именно субсидия сіздер күшті қылып қараса, мықты бизнесмендер көкесі, жәкесі болмаса ала алмайды ғой. Қарапайым халықтың. Алып берейін сізге сол субсидияны алып беретін болсаңыз, көп балалы батыр аналарды алып берейінші, соларға шығарып беріңізші сондай.
істей аласыз ба? Күлесіз да жаңа көпбалалы сізге нормальный сұрақ қойды Динара, а сіз күліп отырсыз да, ол дұрыс емес. Астарын қараңыз, болып жатқан жағдайды қараңыз сіз. Сосын, кешірім сұрайын, ашын көмекпек жаңа күлгеніне. Және де мынау, өзен мұнай-газға қарасты сізде сұрақ. Өзен мұнай-газға қарасты өте көп бізде не бар? Жаңағы заводтар бар, қарасы жаңағы нелер өте көп қой. Өзен мұнай-газдың жаңағы жұмысшылар. Соған қарасты 600-ге жуық бізде еден жұмысшылар бар екен. Сол еден жұмысшылар 13-16 жылдан бері 6 бала, 7 бала шағасы бар аналар декретіне алып келген осы уақытқа дейін. Осы жылдан бастап мүлдем тендер ұтып алып, декретке шыққан 50 ана бар екен. Көп балаларына. Мүлдем декретini бермей жатыр. Ол да Қазмұнайгазға қарасты болғасын, ол да сауда-саттық емес па? Иә? Солай ма? Жоқ. Ол өзен мұнайгазды да енді саудаға шығарып жатыр ғой, былай да былай. Мен айтып кетейінші. Жаңағы біріншіден тек қана мықтыларға субсидия алады деген сұрағыңызға менде бір өтінішім жергілікті әкімшілікке халық алдына арнайы осы жөнінде есеп беру. Қанша субсидия қарастырылған? Қанша субсидия қарастырылған? Қанша берілген, кімге берілген, қандай бизнес түрлеріне берілген? Оны ашық түрде болғаны жөн. Сол кезде осындай дау болмайды, әңгіме болмайды. Қаншама өтінім түскен, не себептен қолданылмаған? Мысалы, ол ашық түрде жарияланатын болса, немесе осындай кездесулерде айтылатын болса, онда жаңағыдай әңгіме болмайды. Екінші, өзен мұнай-газ жөнінде. Жалпы мұнайға қатысты барлық заттар сауда министрі өзі қатысты. Оның түгел энергетика министрі айналысады. Ол біріншіден. Екіншіден, жаңағыдай декреттік ақысы төленбеген болса, бұл жерде еңбек инспекциясы болу керек. Бар ма? Бұл жерде сол мекеменің басшысы орынбасары кім бар? Трудовая инспекция. Заңдарда бәрін сөйлеп отыр ма? Шақырса алады түреді. Негізі ол айында өтінім шағым жазу еңбек инспекциясына. Өзеннен келді ол келіншектер. Жоқ, мәселе келуде емес. Өзеннен келуінде қажет жоқ. Үйінде смартфон көтереді да, телефон. Өтінішке өтінім біледі. Сол жерде міндетті түрде еңбек инспекцияның мамандары, главный государственный инспектор, бас инспектор болса, ол мекемеге шара қолдану үшін асау, оны тексеру жүргізу керек, міндетті түрде. Ол жолы сондай. Ал енді басқа министрлікке қатысты басқа департаменттен мен жауап беремін. Негізі жолы сол. Басқа сұрақтар бар ма? Қандай мағаш? Директор орынбасары Ақмарал Айдарбекқызы. Менде сұрақ, даму кәсіпкерлікті дамыту қорының аясында өрлеу бағдарламасында айналым қорын қаржыландыру. Айналым қорын толықтыру бойынша қаржыландыру болған қазір ол жоқ. Осы бойынша ол бағдарлама қайта іске асырма. Пополнение бойынша іске асырылса. Қандай мақсатқа? Жоқ. Мынандайда сұрақ қойған кезде мен мүлдем бұл жөнінде хабарсызбын. Мысалы, сұрақ қойғанда өздеріңіз таныстырғанда өтініш асықпай. Мен Абилдабеков Айдар. Мен Айдарбеков деп кетпейді, асықпай да өтініш. Ақмарал деген атыңыз. Мағаш па, Мағаш па? Мағаш өндірістік фирмасы. Не өндіресіз? Өндірістік фирмасы. Не өндіресіз? Бізге қосымша қасымызға қатысты Магабред өндірістік фирмасы бар. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Не өндіресіз дейді? Бағдарлама өндіреді. Все түсінікті. Сол бойынша біздер бір бағдарлама қатысқанбыз, өрлеу бағдарламасында пополнение оборотных средств деген болды. Қазір
Ол кім берді сізге? Кәсіпкерлік берді ма? Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация берді ма? Кім берді? Өрлеу бағдарламасында болды, даму кәсіпкерлікті дамыту қорының ішінде болды аясында сол бойынша. Кім жауап береді? Мен жауап беремін. Менің атым Әлімхан Бақытұлы Тұржан, даму қорының Маңғыстау облысы бойынша директормын. Қазіргі таңда өрлеуге жаңадан изменения кіріп жатыр. Апрельдің соңында уже болды. Енді майдың басында жаңа условия шығар. Сонда сізге хабарласамыз, сол бойынша айтып береміз, қандай цельге алуға болады сол бағыт бойынша. Иә. Ол өнім өндірудің барлық түрлері кіріп тұр бұл жерде. Бұл жерде жаңағы айналым қаражатын толықтыру, сосын жаңа жобаларды қаржыландыру. Ішіндегі корректировка толықтыру, сәл қаражаттың түспейтін кетіріс. Бұл өрлеу бағдарламасына дамытуына қанша пайызбен қандай мерзімде айта кетіңізші, өтініш. Себебі мен тағы да басқа өңірлерге барамын. 12-де алып, 12-де алтында пайызбен береді, 10 жылға дейін 7 миллиард сомасына дейін. 7 миллиард сомасы. 7 миллиард сомасы. Ол оборотқа да береді ме? Айналымға шығады. Өткенде болған оборотқа. Қазір не үшін? Қазіргі таңда изменения қарастыратырмыз. Қандай инвестиция, рефинансирование. Жоқ. Кстати, инвестиция емес қой. Иә, оларға қайсы капитал керек, ұн сатып алуға, ұннан өнім шығаруға ақша керек болды ғой. Себебі жетпей жатыр. Олар көбірек өндіріс макарон шығаратын болса, көбірек өндіріп қояды, көбірек сауда орындарына болып қояды. Ол ана жерде тұтынушы сатылғанша, сауда желісі ақша бөліп қайтарғанша 3 ай, 6 ай кетеді. Сол уақытта бұларға қаражат керек те. Дұрыс па? Соны енді дұрыс айтып отыр, қарындасымыз. Бізге маған деген ашысы кеткен, жаңағы ашысы жігітті өзі. Осы оборот көзі біздер инвестиционный капитал бере аламыз да салуға. Салған соң ары қарай проблема жетеді. Дамуға бізде қазір қалада мынада 20 қыздырып отыр оборотке, оған да бере алмай отырмыз. Осы маған бір сұрап кетті. Енді негізі былай үкімет деңгейінде сол жақта да себебі бәйтерек оборот мақсат. Алексей Ханов, маған айта кеттім ғой. Мен 3 өңірде осындай департамент, Алматы департаменті басқарған. Сол жерде оңтүстік Қазақстан облысында РИЦ максимум, региональный инвестиционный центр максимум. Одан басқа АРыс, ТО-ырыс, тағы да 3 мекеме бар. Ана екеуі ауыл шаруашылық бағытта жұмыс істеген, РИЦ максимум осындай жобаларға жетілген 6%-бен несие береді. Ол облыстық бюджеттен мысалы ақша бөлінеді. Сол жерден азаматтарға несие береді. Банктерде 12-15% еді мысалы. Сол жерде сөйтіп береді. Сондай ұжымды ұйымдастырсаңдар, осындай жергілікті кәсіпкерлер басқа бағдарлама жоқ болса не істейді? Осындай жергілікті кәсіпкерлер қолдауды көрсетуге болады деп ойлаймын. Сол мамандармен талқылап не көрсеңіздер, мүмкін шешіліп те қалады. Қарсы жиналыстан талабымыз. Кімде сұрақ бар? Пожалуйста. Микрофончик, пожалуйста. Я? Уважаю, личный прием. Давайте там обсудим. Личный прием? Да. Давайте переходим на личный прием тогда. Потому что это личный вопрос. На личный прием. Личный прием. Если у вас... У меня не личный вопрос, у меня общий вопрос. У меня не личный вопрос, у меня общий вопрос, получается, по цифровизации рынков и НДЖ торговли. Хорошо. Вы как вы сказали вас зовут? Ян. Зубрицкий Ян. Слайд есть? Слайд есть, слайд. Ну, есть слайд, да. Зубрицкий Ян. Да. Самое короткое имя, которое я встречал.
Yanımızda dayım olacak. Ассалаумағалейкум, Фарид Кенет. Мен осы ақтау бойынша кейбір дистрибьютор компанияның кәсіпкерлерінің атынан келіп тұрмын. Жаңа бір осындай біздің тек Маңғыстауда емес, бүкіл Қазақстанда болып отырған өзекті мәселені сізге атап өтейін деп рұқсат болса. Және осыдан кейін рұқсат болса тағы да бір жеке негізге қабылдауымызға келіп, бұл мәселені үстінде жатқан дистрибьюторларды өткен мүмкіншілік бәрі үстінде бірақ атап өткен бізде көптеген әкімшіліктің специалистері отыр, солардың құлақтарына қағаз болса кетті. Азық түлік өнімдерін шығаратын ірі шетелдік компаниялардың қызметінің отандық нарыққа әсері туралы. Бүгінгі таңда өз елдерінде ірі заводтары бар шетелдік азық түлік компаниялары арасан зор қаржылық ресурстарға және Қазақстандық барлық облыстарында өз кең таралған өкілдер желісіне ие бола отырып, Қазақстанның азық түлік нарығын жаулап алу мақсатында агрессивті экспансия жүргізіліп жатыр. Соның бір компаниясын атап өтейін, есімін атамай қойын, бірақ нақты білем. Компанияны алсақ, оның Қазақстан Республикасында жылдық айналымы 170 миллиард теңгеге дейін айналым бар Қазақстанда өз өкілдері бойынша. Бұл компанияның еліміздің барлық 17 облысында тек өз филиалдарын ашып отыр. Отандық өндірушілерді бұл Қазақстан экономикасы үшін келесідей тәуекелде тұрады. Отандық өндірушілерді ығыстыру, Барс холдингтің арзан ресурстарына қол жеткізе отырып, компания Қазақстанның азық түлік өнеркәсібі кәсіпорындарының көбінің ұтылысқа әкелетін әдістері қолданады. Сол үшін мен былай түсіндіріп өтсем, шетелдік және ірі компаниялар Қазақстанда осыдан енді бір 10 жыл бұрын шығар тек Қазақстанда тек дистрибьюторлар арқылы таралатын азық түліктері. Қазіргі таңда үлкен заводтар бар шетелдік компаниялар өз представительстволарын ашып отыр Қазақстанда. Яғни біздің кәсіпкерлерде уже қолжетімді емес ол бизнес. Қалай деп отырмын? Сол үшін шетелдік компания заводта бір затты 40 теңгеден шығарса, мұнда представительстволарын ашады да, оны 100 теңгеден келіп сатады. Өйткені бізде де ондай кәсіпкерлер бар ғой, оны шығарады. Сол біздің кәсіпкерлермен сәйкестендіріп 100 теңгеден сатады. Яғни уже бұл бізге егерде біздің отандық дистрибьюторлар арқылы кірсе, ол 40 теңгемен келеді бізге. Бірақ олар өзінің нелерін, представительстволарын пайдаланып, ашып алып, уже 100 теңгеде үстінің 60 теңгесін просто көріп отыр. А егерде заң шықса, отандық шетелдік ірі заводтар Қазақстанға өндірістерін сатыңдар, бірақ тек Қазақстанның кәсіпкері арқылы, Қазақстанның дистрибьютор арқылы сатсаңыздар, сол 100 теңгелік затты 60 теңгесі Қазақстанда қалады. 40 теңгеден келе келеді. Және біздің кәсіпкерлер ұтылы деп қойылады ол заводта. Егерде кіретін болсам, ары-қаратай уже түсіріп, олар уже ары-қарай шығаратын себестоимость бағасын бізге түсіреді. Сонда мына 170 миллиард алып кетіп жатқан ақшаның 60% Қазақстанда қалады деді. Ал қазір олар сол өз өкілдері арқылы 170 миллиард ақшаны ары-қарай кетіп жатыр. Сол есебінде қарындасым айтып кетті, сол мәселесінде біздің отандық кәсіпкерлер олармен бәсекелесе алмайды, өйткені олардың үлкен заводтары бар, үлкен полялары бар, өсіреді, бидайында өсіреді. Сол үшін кондитерлік компаниялар кірсе бізге, олардың полялары бар, олардың өздерінің ұндары бар. А біздер онымен бәсекелесе алмаймыз. А біздерде мысалы үшін в основном кондитерлік өнімдер бізде Шымкентте шығады. Шымкентте олар кішкентай фабрикасымен онымен біз бәсекелесе алмайды, ондай ірі заводтармен. Сол үшін үлкен ұсынысым бар. Егерде осындай азық түлік компаниясы Қазақстанға келіп өнім сатам десе, сата берсін. Бірақ олардың өкілдеріне, онда представительстволарына ашқызбау керек. Тек Қазақстан дистрибьютор арқылы. Сол уақытта біздер де көтерілеміз, біздер де дистрибьютор боламыз. Олардың өнімдерін және Қазақстанда бағалар сәйкестендіріледі. Ол біріншіден біздің үлкен экономикамызға, үлкен кәсіпкерлерге үлкен көмек болады. Екіншіден салығымыз көбейеді мұнда. Қазір мына представительстволар арқылы бесконтрольно кетіп жатыр ақша. Сол сұрағым бір өлшеңіз сізге атап өтейін.
Және ол сұрағым мына екі тілде де жайлап қойдым ұсынысымды сізге. Егер қазір жеке қабылдасаңыз, соны нақтырақ сізге түсіндіріп, жеке қабылдаңыз, соны сіз сол компанияны апармай мен өзім 22 жыл бойы осы Маңғыстау облысында торговля жасаймын. Ол тек бір компания емес, бірнеше компания. Сол үшін жеке қабылданған болады да сөзді айтқанымыз. Жөніңізді айтып кетсеңіз, мына кісі аз болады ғой, Фарид Кенетов. жалпы ойыңыз түсінікті, бірақ бұл мәселені зерттеу керек. Бұл әшейін сіз келдіңіз, осындай жеке қабылдайтыныз, ол берден осындай шешім қабылдап заң өзгертеміз деп мен сізге айта алмаймын, оны ешкім айта алмайды. Оны жалпы кәсіпкер дамыту мәселесі экономика министрлігіне тиесілі, өте мамандырған департаменттер бар, кәсіпкер дамыту департаменті. Солар қарайды, біріншіден. Екіншіден, дистрибьютор компанияларды түгел шетелдік компаниялар шетке қоятын болса, ол өте андай жұқа материяда. Ол яғни біз сырттан келетін шетелдерге тиым салатын деген сөз. Ол біздің Қазақстанға сенімділікті азайту мүмкін. Мысалы, сондай мәселе болуы мүмкін. Ол ертең инвестициялық климатқа әсерін етуі мүмкін. Түсінікті, сіз салада жүргенсіз 20 жылдан бері, 22 жылдан бері. Бірақ олар, мысалы, көп жылдан бері сауда жасалғандықтан өздері тәжірибесі бар. Жергілікті дистрибьюторға беріп көріңізші, мысалы, жерді Қазақстанның дистрибьюторына мынандай суды әкеліп сатып көріңізші. 35%-дан 50%-дан сұрайды. Біздің дистрибьютор компания. Мен точно білемін. Білесіз ба сіз соны? Сондықтан оны анықтаймын ба сізге? Жаңағы сізді қолыңызға сақтаған судың несін нақтырақ болсын. Мен сізді көрген жоқпын ғой. Тыңдап отырмын. Мен айтып қояйын, кейін ақылдасып. Сондықтан олар сондайды жөн көрген шығар. Өздері дистрибьютор компаниясын ашып, мен білемін, Monaco Stroh Coca-Cola компаниясы тиесілі. Бірақ агрессивті сауда-саттық жүргізеді. Бұлар агрессивті сауда ресторандарға қонақүйлер береді. Ол бойынша біз ақпаратты бәсекелестік қорғау және дамыту агенттігіне берді. Қазір олар бұл бағытта талдау жүргізіп жатыр. Бұл жерде талдауды 3 күн жүргізбейді. 3 ай, 6 айдан кейін болады. Бір ай болды ақпарат бергенде. Осындай мәселе бар екен, сауданың санатында бар екен деп бұл ақпарат беріп қойды. Бұлар енді өздерінің сату желісін, жаңағы дистрибьютор желісін ашып, сондықтан сонда жөн көрген шығар. Себебі біреуге беретін болса, бағасы сөйледегі бағасы қымбаттап кететін болды. Есептеп, өздерінің сату тәжірибесі бар, өздері дистрибьютор болып тәжірибесі бар да. Выстроенный бизнес бұл мысалы. Ол сіз Мэрит деген отель ашатын болсаңыз, оны франшиза сатып аласыз. Олар келіп, толық басынан аяғына дейін 2 жыл болсын, 5 жыл болсын үйретеді. Тура сол әдіспен жүру үшін. Себебі Африкадан келсін, Америкадан келсін, қай жерден келген адам Мэрит деген отель көрсе, ол уже білетін болады. Қайда болсам да Мэриттің сапалы қызметін ала аламын дейді. Уже сенімім бар солаққа. Мысалы сондай ғой. Сондықтан дистрибьютор компания соны жөн көрген шығар. Біз енді кәсіпкерлікті жан-жақтан шерте берсек не болады? Оны да ойлану керек. Бірақ зерттеп көруге болады. Экономика министрлігіне беріп, біздің ішкі сауданы дамыту департаменті бар бізде. Соларға беріп көрейік. Қандай көрсін. Ақпарат беріп бересіз. Тойгүл Нұржанымыз бар, осы Маңғыстаудың біздің министрлікте жұмыс жасайды. Рұқсат болса тек бір 2 минут тағы да жалғастырып берсем, жаңа су мәселесі, жаңа басқа мәселе. Жаңа осы ол негізі керісінше кәсіпкерлерге шектеу емес, біздің қазақстандық отандық кәсіпкерлерге жол ашу, үлкен мүмкіншілік ашу. И екіншіден жаңағы шетелдік компаниялар келген уақытта жаңа сіз 35 дейсіз ғой, олардың да үстінде қосатыны одан аз емес, олар да үстіне 100%-ға дейін баға қосып отыр. Ол деген разница жоқ. Егер де оларға шектеу бермесек те, ол
олар келеді да сол мысалы үшін 30 теңгеден келетін затты олар сол 100 теңгеден сатып жүріп, бірақ айырмашылығы егер де біздің кәсіпкер арқылы сол су сатылса мұнда, соның үстіндегі 60 теңгесі Қазақстанда қарай қалар еді, және біздің кәсіпкердің дамуына қарай қалар еді. Ал қазір сол түгелдей 100 теңгесі шетелге кетіп жатыр. И біздің кәсіпкерлер сол заводта аша алмай жатыр, и жабылып та жатыр. Сіз оны айттыңыз ғой, сол үшін айтасыз. Біздің кәсіпкерлерге ешкім шектеу қойып жатқан жоқ. Тура сондай су болса да, соның ұқсас суды шығарып алады. Соны 30 теңгеден сатуға ешкім шектеу қойып жатқан жоқ. Мысалы, егер ол қымбат болса, халық тұтылмайды еді. Рұқсат болса, ұсынысым бар еді. Бұл жалпы енді сіздің айтып отырған жаңағы ұсыныстарыңыз бұл заңды өзгерту болып табылады аршылды. Сондықтан бұл енді жалпы министрліктің көп құзырына жатпайды. Сіз егер облыстық мәслихатына берсеңіз, тұрақты комиссия арқылы соны парламент сенат депутаттарына шығарсақ деп ұсыныңыз. Бұл облыстық мәслихат шешетін зат емес, бұл облыста жөнінде шешетін зат емес, бұл деген бүкіл қазақстандық деңгейде. Мәслихат арқылы парламент депутаттарына шығарсақ. Бізде тек 30 жыл ғана торговлямен заниматься етіп отыр. Ал бізге келіп жатқан компаниялар уже 60-100 жылдап келіп жатқан компаниялар. Сол үшін бізге уақыт керек, дамыту үшін біздің кәсіпкерлерге уақыт керек. Мейлі қандай не болса да, сол уақытта егер де шектеу қойып біздің кәсіпкерлерді көтерсек, сол Coca-Cola деген компания неше жылда уже почти 150 жылдан бері соңғы 15 жыл ғана. Сол үшін біздің де кәсіпкерлерге мүмкіншілік беру керек. Мейлі шектеу қоятын шығармыз, мейлі Турция компанияны конфронтацияға барып шығармыз. Бірақ біздің мекемелерге кәсіпкерлерге мүмкіншілік беру керек. Рұқсат болса сізге Маған берсаңыз, негізі. Құрметті Айдар жеке қаулыларға көшейік. Я думаю, надеюсь, у вас недолго, а то мы уже разговариваем. Нет. Все, давайте, пожалуйста. Что там вы хотите сказать? Давайте вопрос от пресс-конференции. Спасибо большое. Мы изучали рынок торговли в регионе и вообще, получается, в Казахстане, и видим, что он вообще не оцифрован и не прозрачен. Вот, и мы предлагаем, получается, запустить пилотный проект для B2B инфраструктуры, пилотный проект с акиматом региона. Можно дальше? Да. Сейчас, получается, рынок вообще тормозится у нас, и хаос идет из закупок как раз таки ФМСГ. Непрозрачный рынок, да, невидимость локальных производителей, мы не знаем, что у нас происходит реально в регионе, какие продукты питания. То есть там нигде это нету, чтобы можно было посмотреть. Мы искали, никого не находили. Во-вторых, они вообще не скромные, то есть там у них нету нормальных ни каталогов, ни карточек товаров. И высокие издержки, то есть там в продажах идет. То есть от 5 до 15% идет наоборот именно, чтобы продать какой-то свой продукт. Да? И получается производителям и дистрибьюторам дорого выйти в онлайн. Это собственная инфраструктура. Это получается там на сайте, там, не знаю, там что-то им нужно делать, да, чтобы выйти в онлайн. Это очень дорого, там, до 2-3-4 миллионов нужно получается, чтобы выйти в онлайн. Можно дальше? Да. У нас есть уже готовый, получается, инструмент, да, где мы можем, получается, размещать наших, получается, дистрибьюторов и производителей именно. То есть маркируем сделано в КЗ, если это производители Казахстана. То есть, у нас очень прозрачный процесс, где один заказ распределяется сразу на всех дистрибьюторов. То есть, там, например, человеку уже не нужно с каждым дистрибьютором взаимодействовать отдельно. Это очень времени много занимает. А у нас есть один заказ, он разбивается сразу на всех дистрибьюторов. И синхронизация идет именно по штрих-коду, который сейчас у нас меняется в Казахстане. То есть EN13, это вот этот G-King, который у нас подключается ко всем товарам. Можно дальше? Да. Что мы получаем на уровне региона? Это прозрачный ФМСГ рынок, то есть мы видим, какие продукты у нас продаются, по какой цене, и мы видим график роста цен этих продуктов. Это уже сейчас есть. Детальные данные по региону, то есть там, какая сфера, какие продукты, что получается спрос и цены. И мы, получается, отстроим локальных производителей. То есть локальный производитель получает свою витрину без каких-то вложений, да, в то, чтобы выйти в онлайн. Можно дальше? Да. То есть простая механика, то есть там публикуется товар, он именно синхронизируется только по штрих-коду, да, по вот этому новому, который
выбирает, передается заказ, и можно сказать, да, передается заказ, и все, поставщик сам ему привозит уже. То есть мы не участвуем ни в деньгах, не участвуем, нигде, мы даем просто инфраструктуру удобную для заказа. Вот, вот мы, получается, оцифровали вот там местного производителя Берекетеф, то есть там, вот было продажа через торговых, то есть там прайс-листы, то есть многие приходят, и у них даже нет никакого каталога, они просто приходят с Excel и продают свои товары. Да. Мы предоставляем им витрину, полностью, получается, цифровой статус, мы сами все это дело оформляем. Все товары, карточки, все у нас СИИ подключена, да, мы все это обрабатываем. И есть у нас и приложение мобильное, и мобильный, получается, сайт, и все это уже работает реально на рынке. Есть у нас первые продажи, есть первые поставщики. Нам сейчас сложно достучаться до всех, потому что у нас очень команда маленькая, то есть мы это не можем сделать. Можно дальше? Да. То есть ожидаемый эффект для региона – это прозрачный стенд, да, снижение издержек для МСБ. То есть тут такой нетворк эффект. Чем больше производителей и дистрибьюторов будут на платформе, тем, получается, больше будет покупателей, и тем самым, получается, можно будет уменьшить стоимость именно на логистику, на маркетинговые, на операционные затраты, то есть там малому и среднему бизнесу. Вот, то есть структурированный, да, FMG рынок, закупки переходит в единую систему, и данные по рынку, то есть там мы можем как-то уже смотреть и управлять этим. Можно дальше? Да. Предложение у нас такое, то есть там, да, это подключить местных дистрибьюторов, производителей, да, там за, в принципе, 3 месяца мы это все сможем сделать, оцифровать их, то есть там и подать уже, то есть там как готовый, то есть продукт проделанный, тем самым повысить как бы прозрачность нашего рынка. Можно дальше? Да, ролики масса, получается, нам нужен административный ресурс, никакие деньги нам, в принципе, не нужны, мы сами это все строим, у нас теперь уже все готово, то есть тогда нам нужен доступ к аудитории, информационная поддержка, в принципе, все. Ну, дальше. Все, платформа работает, то есть там и все готово. Спасибо большое. Если есть вопросы, готов ответить. Вы хотите шагать по территории Мангистауской области или по территории всего? Мы по всему Казахстану хотим, но как бы мы просто здесь, сами местные разработчики, то есть там, да, мы как бы вот и начали здесь. Нам все говорили, вы не в том регионе начинаете с Астаны, с Алматы. У нас, например, сейчас очень много запросов идет с Алматы и с Астаны, да, по каким-то товарам нас спрашивают. Ну, мы говорим, мы там пока не поставили, мы пока только в одном регионе сейчас здесь. И то у нас сама сейчас. Да. Я вам задал, не все предприятия захотят озвучить свою цену. Цена зависит от различных факторов. Объема закупки, возьмут на реализацию, сразу заплатят, какими-то дробленными партиями и так далее. Там очень много факторов зависит. И еще один момент. На каждый продукт должен быть четкий сертификат, подтвержденный госорганом. Ну, может быть, орган классификации. Тогда я на том конце, либо любой предприниматель, который захочет продать продукцию, будет уверен, что он получит доступ. Ну, вот как я Мэрию приводил пример, отель Мэрию, то что я получу эту самую продукцию, а не кота в мешке. Вот это. И третье. Нуржанна, обратитесь там сейчас, даст вам контакт департамента цифровизации нашего министерства. Вы выйдете на них, они занесут вашу презентацию. Если цветной готовый есть, вы можете делать. Я дам своему коллеге, вице-министру по цифровизации нашего министерства. Он рассмотрит, изучит. Они сейчас создают, приглашают различные компании, создают подобно агроплатформу. Ну, если оно у вас готово, почему бы нет? Подходит под агро. Это вообще проблем нет. Просто по секциям разбить, просто и все. Потому что действительно, если что-то ищешь, начинаешь искать, гуглить и так далее. Если бы была такая платформа, ну, великолепно. Только приветствую. Ну, я могу ответить на вопрос по касательно ценам. Там есть функция, то есть индивидуальность цен. То есть там надо все кабинам там регистрировать. Я, например, Кому это нужно сейчас? Кому-то это интересно? Нет. Я суть понял. То, что это хорошая программа, ее нужно двигать, я понял. Если она готова и готова работать, какие проблемы? Наше министерство только вас поддержит. Только дайте свою визиточку и дайте вот этот каталог. Я после праздника 4 мая мы сидим в соседней кабинете. У нас одна большая приемка. Благодарю. Все, пожалуйста. С вами свяжутся, с вами поговорят. У них они ищут такую платформу, хотят создать, она у вас готова.
Шот фактура, документ талаплады біздерде. Кім талаплады? Мына документальный жұмыс жасам дейді. Налоговый, отчет органы, прозрачный болу керек. Но оның үшін Қазақстанның ішінен ала алмаймыз да. Біз қалаған қалғанда шот фактура бермейді. Біз қалаймыз, аламыз, келеміз, без документ. Соған енді біз өзімізден де сөйлеп сатамыз қарай, толарға, ипларға, енді тұтылған. Сол проблема бізде. А за граница расстановка жасап береміз, Түркменстан, Иран, Өзбекстан. Олар НДС бар документ, ол жағы проблема жоқ. Сосын екінші мәселе біздерде мына жуа, биылғы жылы, пияз биыл. Самовывоз 40 теңге, 30 теңге, 20 теңге, 10 теңге болып қалды. Поштаға қойылмай қалды да жылда. Біздер то же самое біздерде біз кәсіпкерлер рынокта біздің базарда неше 10 шақты кәсіпкерлер тоже папада кетіп жатыр. Осы пияз алып келіп, осында сата алмай қалды. Өзбекстанның пиязы пакеттері свежий. Қазақстанның пиязы алып қойды. Самовывоз тастап жатырмыз да мұсыға. Сол жағын қарастырса. Сосын екінші мәселе склад алады. Уже үшінші оқиды? Үшінші. Енді мынау склад саламыз кәсіпкерлер. Хранилище. Екіншісі супермаркет салады. Үшінші мал бордақтау қора салады. Қосымша. Енді соған ақшалар жетпей қалады. Мына жақтан пияздан, sonra картофельден тоже самый убытты боламыз да. Біздерде мына картофель алып келеміз, Қарағанды, Павлодардың мындан Астрахан свежий кетеді. Тағы свежий картофель сатады да, старый картофель еске өтке қалады. Қымбатты алып келгеніміз. Тағы убыт болады, тоже Қарағанды, Павлодар и Маңғыстау тағы басқа қалалар. Сол жағы поштадан қарастырсаң. Поштадан? Қазақстанның картофель, пиязы, продукция біткеннен кейін поштадан алып ұстауға болады ғой. Сосын біздерде жаңағы қора салып, супермаркет салып, база салып атып, бір кезде кәсіпкерлер. Ақшалар жетпей қалады, банкке барып кредит алуға ограничение болады ғой. Мәселен, алған 200 миллион алу керек, положим 300 миллион, одан асыра алмайды. Залог 50% береді залогтар. Сол лимитті өтірсе, потому что өтірін қазір продукцияны қымбатталады. Ограничение бұрынғы, лимит бұрынғы ценамен қалып тұрды да банктер. А продукциялар өткен жылы 120-150 теңге картоп, биыл 200-250 теңге, 280 теңге бар. Продукция қымбатталады ғой. Осы болды. Есіңіз кім? Мен Анатар Базар. Анатар. Бұл содан бастамамыз? Асар Базар, Асар Базар. Байдар айымызда бүгін күні ең көп сұрақ қойған сіз болып тұрсыз. 4 сұрақ қойдыңыз. Яғни шеттен қысқаша жауап берейін. Шоттар фактура бойынша. Иә, ондай талап бар. Ол негізі болу керек. Бізде жалпы салық мәдениеті дамымаған. Біз өзіміз ол да бір ашық болса да, бір шындықта оны ешкім ештеңе жазбай қойды. Әсіресе мына әдемі қыз. Ол былай сіздерге айтайын. Прямой. Қалай айтасың? Жалпыда біздің фермерлер құжат жазуға қорқады. Мына Қантар айтып отыр ғой. Біз барып сатып алайын десек, құжат ешкім бермейді. Қай облыстарда бар боласың? Түркістаннан бастайсың ба? Түркістан облысы, Павлодар, Қарағанды. Тойгүл жазалыңызға сұрақта? Біз бұл сұрақты Ауыл шаруашылық министрлікпен Қаржы министрлігіне айтайық. Бұл бағытта түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, оларды үйрету керек. Олар бұрыннан қорқып неғып. Егер құжат жазса, салық төлеу керек. Олардың тауар айналымынан үлкен суммадан 2,5 миллиард судың аспаса, НДС төлемейді. Сондықтан шақыртуға жаза беруге болады. Олар құжатпен жүргізе қорқады. Оны жазамайды ондай құжатты. Ол пияз еге алады, қабат еге алады, перец еге алады. Бірақ құжат жазамайды. Соны мен уже бірнеше рет айтқанмын. Қазір не көп?
мобильное приложение болсын. Кез келген мобильное приложение бар. İçine кіресің, иіндерсең болды, сен ақпараттың бәрі шықты. Сол салық органдардың бірінші рет сондай программа болу керек қадағалау. Сол кез келген шаруа өзі иіндерсе, сатушымын, жаңағыдай баклажан саттым, 2 тоннадай жасқысы деп құжат электронды түрде кісіге ауысып кету керек. Сол бағытта жұмыс өкінішке орай әлі күнге бітпеген. Сонда осы хат түрінде жіберейік, танытарған иіннің бәрін жазып алайық. Сауда жасайды, қайда сауда жасайды, осындай қиындықтары бар. Бұл кісі тіршілік жасап салған адам. Ол жер түрінен бар, 1 миллион теңге төлеп жол ақысына. Сол өнімді өшіріп жеткізіп береді. Осы жергілікті халықты көкөніспен қамтамасыз етіп отырған осы азаматтар осылар. Бұл жерде жаңағыдай тәуекелдер де бар, өздері тәуекелдер. Ақ кеті мүмкін, шіріп кеті мүмкін деген, бұзылып кеті мүмкін. Екінші, пияз жөнінде, және жаңа картоп жөнінде, және сіз айтқан почта жөнінде. Сіз жалпы көшеде отырғанда дұрыс түсіну керек. Біз Еуразиялық экономикалық одақтың мүшесіміз. Біз бір-бірімізге почта қоямыз. Бірінші. Екіншіден, мынау өзгертеді. Біз арамызда келісім бар. 96 жылда келісім боламыз. Бір-біріміз заттарымызға клиент баш қоймайыз деген. Ол 30 жыл болды келісім. Оны біз бір-бірімізге қоямыз. Бірақ түрлі басқа да тарифтік емес шаралар қолдану болады. Бірақ бұл жерде орысшалап айтқан кезде не тот случай, не тот факт. Білем, бізде пияздың өнімділігі былтыр жоғары болған. Өте жоғары болған, ол пияз сатылмай қалып кетті. Соншалықты біз пияз жемейміз. Біз астанда жоғалап пияздың тұтын нормасы бар. Біз жоғалап 600 мың тоннадай ғана пияз жейміз. Жарайды, кафе ресторан тұрсақ, біз 800 тонна пияз жейік. Бірақ біз 1,5 миллион тонна пияз жемейміз. Бұл жерде 2023 жыл әлі естерінде. Пияз 250 теңгеге сатқан олар шаруаларды әлі естерінде. Әлі де сондай болып қалады. Пакистанды су басып кетеді. Ол пияз шықпай қалады. Одан басқа 27 градус аяз тағы да болып қалса, Өзбекстанда қойылған пияздың бәрі түсіп кетеді. Сол өзіміз пайда көреміз, сол үшін егіп жатыр. Оларда екпе деп ешкім айта алмайсың. Сондай бір жерде. Ал жаңағы Ресейден арзан картоп келіп жатыр дейсіз ғой. Иә, ондай факт бар. Ол кеше Қазфлотқа барды, Азияфлотқа барды, оны көрдік. Бұл жерде қанша Павлодарға барып, Павлодардан картопты 190-дан 198-ден сатып алып, одан арзан бермей жатыр. 4-5 қолы ойнасаң бермей жатыр, 2-ақ қолы берді десіп кеше жаңа айтты. Кешке біз айтпасақ деген бағдарлама кім көрді? Жоқ, не үшін эфирі бар ма дейді? Сендер көргісі бар. Сырттан осындай өнім кептіру керек. Егер сырттан ондай өнім кептірмаса, біздің Павлодардағы кәсіпкерлер ол картопты ертең 5 теңгеден сатады. Ал оның бәрі біздің қалдырған адам. Ондай кептірсін. Оларда біздің Павлодарлықтар 150-ден сатса да пайдасы болады. Бірақ нарыққа қарай қымбатқа сатса керек. Одан кейін біз тауар айналымында бізде әлі пияз көп, бізде әлі картоп көп. Сөйтіп Ресейден кіргізбей қойсақ. Ресей ол 22 жыл есіңізде ме? Қант пен күріш жалпы болғаны? Қантсыз қалды ғой. Қант жеткілікті болды. Бірақ ел арасында паник болды. Елдің бәрі қаптап, борбалап тасып кетті сол қант. Екі ортада біздің сауда министрі жұмыстан кетті. Бақыт Тұрғанов. Артынан біздің төраға жұмыстан кетті. Комитет төрағасы. Ол кезде сол төраға комитет орынбасары еді сауда. Ол өте андай бағана айттым ғой, тонға материал. Бұл жерде баланс болды. Біз отандық кәсіпкерлерді қолдауға дайынбыз. Қолдаймыз да.
бірақ жаңағы баланс болу керек. Ертең оны жауып қойсақ, ол баға одан бетер қымбаттап кетеді. Сіздер барып 500 теңгеден аласыз картоптың килосын. Несие жөнінде даму арқылы бізде қолдау қарастырылған. Бұл жерде несиені кепілдендіру инструменті бар. Қанша ресурс бар? Несиені кепілдендіру инструменті бар. 70%-ға дейін даму кепілдік бере алады банк. Түсіндіңіз ба? Жаңағыдай жетпей қалады дегенде, залог жетпей қалады дегенде даму қолдап кепілдік бере алады. 100% көтеруге болмайды. Ай, кәсіпкер өзі риск жасау керек қой. Ешкім қарсы емес. Бірақ кәсіпкер өз ақшасымен де өз кепілдік залогын кіру керек. Ондай болмайды. Ондай 100% болу керек та сол. Ондай бізде кәсіпкер көп. Сондай әрекет жасайын деп бастағанда, бірақ жасаймағандар әртүрлі себептерге. Историясын қарап көтеруге болады ғой. Сосын бар ғой жаңа айтып отырғансыз. Тут сұрақ қойды. Көрмейік. Ол қалыңдар айтып қоймаймын. Біз өзіміз төлеп, шот фактура жазып жатырмыз. И болмайды дейді да соны. Енді ала алмаймыз ғой. Енді сіз бізден сатып алып тілейсіз. ИП сіз. Біз сізге сіздерде салып келіп, сіздерде сатып алса, сіздерде сатып беріп жатырмыз. Сіз қазір ат жөнді дәлел қалдырасыз. Барлық мән-жайды өтінішпен жазасыз. Түсіндіңіз ба? Қалай жазу керек? Тойгүл көрсетеді. Түсіндіңіз ба? Соның бәрін жазыңыз. Біз сіздің өтінішіңізді жіберейік организмге. Бұл жерде входящий жерде шаруа өндірген болса, 80% мемлекет жеңілдік қарастырып берген бөлек. Сонда 20% ғана төлейді 100%-дан. Мысалы, 100 теңге картоп сататын болса, 16% төлеу керек қой. Ол төлемейді оны. 2% төлеу керек. Сонда 3 теңгесін ғана төлеу керек емесін. 16 теңге емес. Сонда документпен сатылады сізге. Бірақ шаруа оны істегісі. Сондай бар. Біз енді министр тарапынан салық кодекс қарастырылған кезде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлар түгел іргесінде босатып деп ұсынамыз. Өкінішке орай мәжілістен өттік, сенатқа жеткен кезде сенат қайта жіберіп болмады. Келісілмеген осындай болған нәрсе. Оны біз әлемде қарап отырған жоқпыз. Рахмет. Жеке қабылдап өтек, уақыттан мүмкін болса, біраз нәрсе айтылған. Жеке қабылдауда біздің министрге қатысты сұрақ болса екен.